Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асқана каналына қош келдіңіздер. Кеше жаңбыр жауғандықтан бүгін ауа райы бұлттанып өте әдемі болып тұр. Бүгін біз сіздермен балалық шақтың бал дәмін еске түсіретін, өте дәмді болып пісетін лакомка дайындайтын боламыз. Әдетте балалық шағымызда буфеттен барып сатып алатын лакомканы үй жағдайында дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, қант, ерітілген сары май, жылы су, дрожж және тұз қажет болады. Алдымен шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды және алдын ала ерітіліп суытылған сары майымызды және 100 грамм қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды және 1 шай қасық дрожжымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай 2 бөлікке бөле отырып салып, жұмсақ етіп қолға жабысатындай қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ қолға жабысатын қамыр болады. Оның бетін салафанмен жауып, бетін шашықпенен жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Керекті мөлшерлемелерін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден толық көріп алсаңыздар болады. Міне енді 1,5 сағаттан кейін біздің қамырымыз осылай көтеріледі. Қатты көтеріліп кетпеу керек. Міне осылай орташа көлемде көтерілгеннен кейін оны арнайы столымызға түсіріп, жақсылап қолымызбен бір тегісетіп осылай илеп жібереміз және қамырларымызды бірдей етіп 11 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бөліп алған қамырларымызды осылай дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Дөңгелек пішінге келтіріп алғаннан кейін оны тақтайдың үстіне қойып, бетін жауып 20-25 минутқа тындырып қойып қоятын боламыз. Уақыт өткеннен кейін әрбір дөңгелек шаригімізді осылай алып, қолымызбен дөңгелете отырып, оқтаудың көмегімен қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Жайып болған қамырымыздың екі ұшын бір-біріне жабыстырып, арнайы пісіретін ыдысымызға салатын боламыз. Міне осылай қамырларымызды жайып болғаннан кейін ыдысымызға қойып, оның бетіне жұмыртқамызға сүт араластырып, барлығына тегіс жағып шығатын боламыз.
Міне сонымен біздің лакомкаларымыздың қамыры дайын болды. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне сонымен біздің лакомкаларымыз осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көпсеген, әрі жұмсақ, асты да үсті де бір тегіс болып пісіп шығады. Енді лакомкаларымыздың арасына жағатын кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қойытылған сүт және сары май қажет болады. Екеуін осындай арнайы блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Сонымен біздің арасына жағатын креміміз дайын. Енді бағанағы лакомкамыз менде 11 штук шықты. Соның 1 штугын алып қаламын. Әбден суығаннан кейін арнайы осындай блендердің көмегімен майдалап езіп алатын боламын. Сонымен лакомкаларымыздың арасына кремін жағатын боламыз. Осылай піскеннен кейін арасы осылай ашылады. Егер ашылмай жатса, пышақпенен сәл-сәл көтеріп ашып жіберсеңіздер болады. Міне осылай арасын ашып, жаңағы дайындап алған кремімізді тегіс етіп, екі жағына жағып шығамыз. Жаққан кезде кремді осылай сыртынан шығарып жағасыздар. Және кремімізді жағып болғаннан кейін жаңағы алдын ала ұнтақтап алған лакомканың ұнтағына осылай айландырып жағып ұнтағымызды осылай жабыстырып шығатын боламыз. Міне сонымен біздің лакомкаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Әрі жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де үй жағдайында дәл осылай балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алтынай. Келесі менің видео рецептімде кездескенше сау болыңыздар.